Біздің келесі дайындайтынымыз наггетси тауықтың филесінен жасаймыз. Тауықтың филесін осылай сүйегінен ажыратып аламыз, тазалап. Tavığımızı da осылай bölüp alamız. Неке осылай тауығымыздың етін бөліп алдық. Енді маринаттаймыз. Маринат үшін бізге тұз, паприка. Көбінесе бұл наггетсиді балалар жақсы көргені үшін мен ащы бұрыш қолданбаймын. Ащы бұрыш қолдансаңдар, кішкене ғана май. Осылай маринаттап, осылай дайындап қойған клярымыз бар. Жұмыртқа, сүт, ұн араластырып осылай жасап қоямыз да. Осылай клярымызды батырып аламыз да. Панировкамызға аунатамыз. Міне осындай наггетсимізді дайындап алдық. Майды қыздырып, бірақ астын жай қойып, осылай сырный шарикті қурған сияқты қуырып аламыз. Міне осылай наггетсиміз, сырный шаригіміз дайын. Осылай қонаққа қойсаңыздар болады. Және балалар өте жақсы көріп жейтін тағам. Сырные шарики и наггетси.